Саламатсыздар, құрметті Қаратау қаласының тұрғындары. Қазақгаз аймақ жауапкершілігі шектеулі серіктестік қоғамдық тыңдауына ұсынылатын регламенті Жамбыл жобаның атауы Қазақгаз аймақ акционерлік қоғамы Жамбыл өндірістік филиалының объектілерін 2026-2025 жылдарға арналған екі санатты экологиялық рұқсат алуға қатысты құжаттама бойынша ашық жиналыс нысандағы қоғамдық тыңдауларды өткізу. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде өзімді ұсынамын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Менің есімім Назарбек Дархан Ахмедиярұлы, Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық автомобиль жолдары бөлімінің басшысымын. Ешкімде қарсылық жоқ қой? Қарсылық жоқ болса, регламент уақытының онда жұмысымызды бастайық. Тыңдауға қатысушылар тіркеу 10 минут, қоғамдық тыңдау төрағалы мен хатшысын сайлау 5 минут, күн тәртібін бекіту 5 минут, жоба бойынша баяндама 10 минут, қатысушылардың пікір айту мен баяндамашыларға сұрақ жауап беру 15 минут, қорытынды сөз бен шешім қабылдау 15 минут. Олай болса, жұмысымызды жалғастырайық. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде Жұмаділда Мақым Саметбекұлы кандидатурасын ұсынамын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсылық жоқ ешкімде. Қарсылық жоқ болса, онда баяндамашыға сөз берейік. Келесі сөз. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, саламатсыздар. Есімім Тоқаев Төлеухан Досмұратұлы, флот алғыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас инженер-эколог маманы болып табыламын. Яғни осы жобаны жасап шығарған мекемеміз біздер қазір қысқаша түрінде түсіндіріп өтейін. Яғни Қазақгаз акционерлік қоғамының Жамбыл өндірістік филиалы объектілерінің 2026-35 жылдарға арналған екінші санатты экологиялық рұқсат алу құжаттамасына сәйкес түзетулер енгізілуіне байланысты осы проект жасалып өткен болатын. Яғни жобаның бастамашысы Қазақгаз акционерлік қоғамы, жобалаушы мекеме Толық алғыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Негіздемеге сүйенетін болсақ, 2021 жылы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабында қоғамдық тыңдауларды өткізу бірінші қағидасына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу процесінде қоғамдық тыңдауларды өткізу міндетті болып табылады. Екінші қағидамызға сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес өткізілетін болады. Жұмыс аумағы туралы жалпы мағлұматқа көшетін болсақ, Қазақгаз акционерлік қоғамы Жамбыл өндірістік филиалының негізгі қызмет түрлері табиғи газды тарату, құбырлар арқылы тасымалдау, қалалық газды өткізу және сервистік қызметтер көрсету болып табылады. Қазақгаз акционерлік қоғамы Жамбыл өндірістік филиалының 10 өнеркәсіптік алаңы бар. Осы кестеңізде көруіңізге болады. Газ шаруашылықтарының орналасқан объекттері: біріншісі Тараз, екіншісі Рысқұл, үшінші Жамбыл, төртінші Мерке, бесінші Талас, 6 Қордай, 7 Жуалы, 8 Байзақ, 9 Шу, 10 Сарысол объектілерін қамтитын болады. Түзету енгізу қажеттілігі бойынша негізгі жұмыстары, яғни бірінші ақпан күні 2026 жылы жағдай бойынша филиал газ шаруашылығы объектілеріне қатысты бастапқы деректер жаңартылған болатын. Жүргізілген ескертулердің нәтижелері бойынша филиал бойынша шығарылымдардың жиынтық қолданыстағы лимиті жылына 6,79 тоннаны құраған болатын. Ал сұратылып отырған лимит жылына 7,229,126 тоннаны құрайды. Қолданыстағы экологиялық рұқсатқа сәйкес 2026-34 жылдарға арналған қалдықтар лимиті жылына 133,1 тоннаны құрайтын болса, жоспарлы кезеңге кәсіпорын бойынша сұратылып отырған қалдықтарды жинақтау лимиті жылына 158,122 тоннаны құраған болатын. Газ шаруашылықтары бойынша шығарындылардың салыстырмалы кестесі алдарыңызда көрсетілген. Газ шаруашылықтары жоғарыда айтылып өткендегідей 10 шаруашылық Тараз, Рысқұл, Жамбыл, Мерке, Талас, Қордай, Жуалы, Байзақ, Шу, Сарысу барлығын қоса есептегенде 6,949,149 тоннаны құраған. Яғни лимиттер сұратылып отырған лимиті 7,229,126 болып табылады. Барлық көздер 388-ді құраған. Оның ішінде мына кестемізде организованный, неорганизованный деп көздерді екі бөліп қойдық. Оның ішінде көздер организованный 254, неорганизованный источник, яғни көздеріміз 134-ті құраған болатын.
қосылған қалдықтарды ескерілген кесте. Яғни барлығымыз білеміз, өндіріс орны болғаннан кейін қалдықтардың түрлері шығады. Кейін қалдықтар осы жерде қандай қалдықтардың түрлері шығатыны көрсетілген. Бірінші бағанамызда қалдықтың атауы қауіпті заттармен ластанған майлау сүрту шүберектері, абсорбенттер, сүзгілеу материалдары және өзге де қалдықтар. Екіншісі пайдаланған лак бояу материалдарының ыдыстары. Үшіншісі карбид кальций қалдықтары. Төртінші қолданыстан шыққан моторлық трансмиссиялық майлау майлары. Және де мына жерде кестемізге назар аударатын болсақ, қалдықтардың түрлері өте көп. Аралас коммуналдық қалдықтар, архтехника, пластмасс қалдықтары және өзге де қалдықтарды атап өтуімізге болады. Осы кестемізде код деп тұрған екінші паспорт отходов бойынша мынау жасалатын кодтары, яғни мына үшінші бағанамызда сол қауіпті қалдықтардың лимиттері ұсынылып отыр. Төртінші бағанамызда сұратылған лимиттері және қандай да бір өзгерістер мен толықтырулар өзгеруіне байланысты бесінші бағанамызда жазып қойдық. Мына жерде қандай өзгерістер енгізілгенін. Қоршаған ортаға кері әсерді азайту шараларына көшетін болсақ, өндіріс орны болғаннан кейін қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары жасалады. Яғни газ тасымалдау объекттеріне қандай қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспарын біздер дайындап өткенбіз. Соның ішінде біздер мынаяққа әсіресе жазып қойғанымыз, бірінші бағанамызда газдың алдын алу, қосылыстардың герметикалануын қамтамасыз ету, авариялық жағдайларды барынша түрде азайту, уақытылы техникалық қызмет көрсету, тозған жүйе учаскелерін ауыстыру, жүйе кезде газды шығару көлемі мен уақытын қысқарту, моральды және физикалық тұрғыдан ескірген жабдықтарды кезең-кезеңмен ауыстыру болып табылады. Екінші мәселемізге көшетін болсақ, жаңа буындағы герметикалық арматураны кеңінен қолдану, қысым мен жабдық күйін қашықтан бақылау жүйелерін енгізу болып табылады. Газа анализаторлар мен ағуды анықтау құралдарын пайдалану, жөндеу және ақауларды есепке алуды барынша цифрландыру, технологиялық газ шығарындыларын барынша түрде азайту болып табылады. Қазанды және қосалқы жабдықтардың энергия тиімділігін арттыру болып табылады. Қысқаша түрде түсіндіріп өттік. Жобамыз бойынша қандай да бір өзгерістер болатын жобада көрдіңіздер. Жаңа түсінбеген жерлеріңіз сұрауыңызға болады. Жалпы. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Онда біз бүгінгі жиналыс қорытындылай келейік.